Бәріне сәлем достар. Бүгін біз 6 сыныптың қазақ тілінің 8 тарауының 1 параграфын өтеміз. Біздің 8 тарауымыз қазақ халқының әдеп-ғұрыптары мен салт-дәстүрлері, наурыз морфология туралы екен. Біздің бүгінгі тақырыбымыз жеті ата ел танудың бастауы. Бізде бірінші тапсырмада айтылыпты, мәтінді оқып, әңгіме авторының кім екеніне болжам жасаңдар депті. Біз мәтінді оқып, аз ғана мәтін екен, кейін астындағы сұрақтарына жауап береміз. Автордың кім екенін болжам жасаңдар депті. Өздеріңіз болжам жасай бересіздер. Ал оқиық. Әкем маған ата тегімізді үйретуші еді. Кімнің баласысың деп сұрайтын ол. Момыштың ұлымын. Момыш кімнің баласы? Момыш Имаштың баласы. Осылайша жеті атаға дейін жетелеп отырып санатады. Ал келген қонақ ең алдымен атымды сұрайтын. Содан соң менің жеті ата жөніндегі білімімді тексеретін. Ел танудың басы осылай басталатын, ол кезде кім білген? Бірінші сұрақта айтылыпты, бас кейіпкерге жеті атасын кім үйретті? Екінші сұрақта қонақтар неге баланың жеті атасын сұрайды? Бас кейіпкерге жеті атасын оның әкесі үйретті. Дұрыс қой, әкесі үйретеді оның жеті атасын. Әр адам өзінің жеті атасын біліп жүру керек. Қонақтар баланың тегін, шыққан руын білу үшін жеті атасын сұрайды. Бұл қазақ халқының дәстүрі. Бізде екінші тапсырмада аудиожазба беріліпті. Оның бізге керегі жоқ. Ол аудиожазбаны өздеріңіз тыңдап, жеті атаға түсінік бересіздер. Үшінші тапсырма деңгейлік тапсырма екен. Бірінші деңгейде айтылыпты, өз жеті аталарыңды жазыңдар депті. Сіздер өздеріңіздің жеті аталарыңызды жазасыздар. Оған ол керек емес бізге бірінші деңгей. Екінші деңгей, мәтіндегі ел тану сөзіне кластер құрыңдар. Ел тану, өз халқыңды, тарихыңды білу, ата-баба мұрасын зерттеу, ұлттық дәстүрді сақтау, халықтың мәдениетін тану деп жазып аламыз. Үшінші деңгейдің жауабына жазып аламыз. Жеті атаны білу, өз тегіңді тану, руыңды білу деген сөз. Бұл қазақ халқында өте маңызды. Себебі жеті атадан аспай қыз алыспау дәстүрі сақталған. Сонымен қатар ата-бабамыздың тарихын білу, ұлттық рухани мұраның бір бөлігі. Бізде төртінші тапсырмада айтылыпты, төмендегі мақал-мәтелдердің мағынасын түсіндіріңдер. Жеті атасын білмеген жетесіз, жеті атасын білмеген жетімдіктің салдары, жеті атасын білген ер жеті жұрттың қамын жер. Жеті атасын білген ол жеті рулы елді білер. Жауабына жазып аламыз. Жеті атасын білмеген жетесіз сөзінің мағынасы өз тегін білмеген адам санасыз, жетесіз болады. Жеті атасын білмеген жетімдіктің салдары деген сөздікі тегін білмеу, ата-анадан айырылған немесе тәрбиесіздіктің белгісі. Жеті атадан білген ер жеті жұрттың қамын жер. Өз тегін білетін адам елін, халқында ойлайды. Жеті атасын білген ол жеті рулы елді біледі. Тегін білген адам өзге рулармен де байланысын түсінеді. Соңғы 5-ші тапсырмамызда айтылыпты, жеті ата туралы ата-анаңмен әңгіме жүргізіңдер. Мақал-мәтелдерді қатыстырып диалог түрінде жазыңдар. Мен, ата жеті атасын білу не үшін керек? Атам, жеті атаны білу қазақтың дәстүрі. Тегіңді біліп шыққан жеріңді тану маңызды нәрсе. Мен, оны білмесем не болады? Атам, тегін білмеген адам өз тарихынан мақұрым қалады. Ата-баба дәстүрін білмесең, кім екеніңді де білмейсің. Мен, ал оны үйрену қиын ба? Жоқ, әр қазақ өз жеті атасын жатқа білуі керек. Жеті атаны білсең, ата-бабаңның қандай адам болғанын, қай рудан шыққаныңды білесің. Достар, мені 1000 подписчикке жеткізіп тастау керек, сондықтан тез жеткізіп тастайық. Осымен менің видеом аяқталды. Сау болыңыздар.